Сәлеметсіздер. Бүгінгі екінші көрсетейін деп отқан видеом сіздерге Инстаграмға мутный фонда қалай видео мен фотоны қою керек. Мысалы, қараңыздар, естелік суреттің екеуі. Міне қараңыздар, мысалы, менің суретім тұр, бер жағында тағы бір қыздың суретін қойғым кесе. Бұл сіңілім мысалы. Мына жақта ұлымның фотосы, видеосы және семейный фото қойғым келді. Мысалы, мен жолты фонды таңдадым, мутный болып тұрған. Ар жағында тағда мысалы көкті таңдап ұлымның суретін қойдым. Тағда осындай деген сияқты ғой, қыздар. Және де видеоны да қоюға болады. Ол үшін Инстаграмға кіреміз, плюсикті басамыз, историяны басамыз, және де қалаған фото галереяларыңызға кіріп, фотоны таңдай аласыздар. Креативный фотоларыңыз таңдап аласыздар. Мен өзімнің фотомды таңдап алғым келіп тұр. Өзімнің бір фотомды таңдап алайын. Ол үшін фотоны таңдаймыз, 3 точкаға басамыз, рисовайтты басып, үстіне мына маркердің суретін таңдаймыз. Маркердің суретін таңдағаннан астында фон таңдаймыз. Қалауыңызша, мен сары фонды таңдадым. Және де фотоның үстін басып тұрсаңыз, фон пайда болады. Готованы басамыз. Готованы басып болғаннан кейін осы жерде смайлике болады, 4 бұрыш. Соның ішін бассаңыздар, сәл төменірек жүрсеңіздер, осындай домалақ значок бар, ішінде суреті бар. Осы значоктың ішін бассаңыздар, қайтадан галерея ашылады. Галереяның ішінде тағы да бір фотоны алайық. Например, мына фотоны алып, осылай жанына проектке қояйық. Енді жазуға болады. Қараңыздар, А деген букваны жазуды бассаңыздар, үстіне осылай жазуға болады. Ол жазудың дизайнын таңдай бересіздер. Қараңыздар, алдыға, артқа жылжытсаңыздар, осындай форматтағы жазулар өзгереді. Осылай өзіңіздің қалаған жазуыңызды қоя отыра, фотоның кез келген жеріне қалауыңызға қоясыз, дальше публиковать етіп историяңыз жасай бересіз. Так, сброс жасап тастайық. Енді следующий сізге көрсеткім келіп отқан видео. Видеоны қалай қоямыз? Креатив. Мысалы, қараңыздар, ұзағырақ видео таңдадым. Плюсикті бас, 3 нүктені басып, рисовайтты басамыз, маркерді басамыз, қайталаймыз жаңағы действияны. Фонды таңдаймыз. Мысалы, жасыл фонды таңдадым. Фотоның үстін сәл басып тұрсаңыздар, жасыл фон пайда болды. Готованы басамыз. Болмаса, готованы баспай тұрып, мысалы, бұлай жасасаңыз да болады сызбаны. Мына өшіргішті таңдап, бағана сіздер осы менің каналымда видеоны көрсеңіздер, өшіргішті қалай таңдау керекті көрсетіледі. Міне стрелкамен көрсеттім. Қалауыңызша форманы өшіргішпен алып, осылайна креативный видео жасасаңыздар болады. Ол жоқ десеңіздер, міне астыда осылайна қайтадан фотоға, галереямызға кіріп, ұлымның бір суретін таңдап алайын. Басқаша фонда түскен суретін таңдап алайын. Видеоның жанына осылай қойып қоя аламын. Қараңыздар, қойып қойдым, еще жазуға болады. Айттым, А деген букваның үстін бассаңыздар, клавиатура шығады, жазудың фонын, барлық дизайнын таңдап істей бересіздер. Енді видеоның екінші бөлшегіне көшейік. Екінші бөлшегін қалай жасаймыз? Тоже 3 нүкте, рисовать, маркер и свет таңдаймыз. Мысалы, сары светтеніз. Сары светті таңдаған кезде маркер үстіне басып, қараңыздар, тағыда мен бір фото қойғым келіп тұр. Бір фотоны қойдым, қараңыздар, тоже осындай басқа фондағы креативный фотоны таңдадым. Қараңыздар, фотоның үстін қойып тұрып бір бассаңыздар, міне осылай домалақ. Размерін өзгертіп алдық, домалақ қылып қалған жеріңізге қойдыңыздар. Мен бірнеше тағыда қойғым келіп тұр. Қараңыздар, міне мысалы ұлымның бір осы квадратик фотоның үстін баса берсеңіздер, жүрек, жұлдыз, 4 бұрыш, квадратик, тік 4 бұрыш, размерлер шыға береді, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоясыз. Тағы да плюс қосқым келіп тұр. Мысалы, осындай фонда түсірілген бір фотосы бар. Тағы бір фотосын алдым да, міне осылайнан фотоның үстін саусағыңызбен қысып, екі қарап ет, кішірейтсеңіз кішірейет, үлкейтсеңіз үлкейет. Одан кейін фотоның үстін бірнеше рет касанияға бассаңыздар, осындай формасы өзгереді. Қараңыздар. Осылайнан барлық фотоны креативный қоюға болады. Енді үшінші бөлшегіне көшек видеоның, міне осылай қойып болдық. Енді үшіншісіне көшкен кезде, міне қараңыздар, недостатка ар жағындағы қаламаған бір заттарыңызды өшіру үшін, міне қараңыздар, фонын өзгертпей тұрып, бірінші фото қойып алайық. Фотоны ар жаққа, мысалы, мен бесігімдің барлығын жауып тастағым келіп тұр, чемодан болсын, осылай фотоны қойдым, үстінен бассам, осылай размер өзгеріп жатыр. Енді
үш нүктені басып фонын өзгерту үшін, өзгертпеймін десеңіздер осылай қоюға болады. Үш нүктені басып рисоватьқа басып, міне осылай фон таңдап аласыздар. Қызыл фонды таңдап көрейін дедім. И үстіне мысалы міне ана жақтағы өшіргішті басып, мына видеоны креативный жасауыма болады, бірақ фото қойған кезде. Ар жағындағы фотода бірдей киімдер пайда болды. Енді осындай бір узорлармен жасағым кеп необычный жасадым, қараңыздар. Осылай жасап сыздым да готованы басасыздар да, видеоны публиковать етіп жасай бересіздер. Қараңыздар, бірінші видеом сары, жасыл, одан кейінгісі формаларын өзгертуді айттым, қызыл, осымен видеоның креативі басталды. Болды. Енді міне қыздар, видео ұнаса комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп өтіңіздер.